бір дос туралы біреу айтқан екен баяғыда. Менің досым анау, менің досым мынау деп жалғыз етеді екен да біреу. Мен оған бәрін істеймін, ол маған ештеңе істемейді деген. Негізі қандай досың болса да қуану керек екен да досың болса. Әйтеуір досың ба сенің? Потому что біздің ілгеріде тарихта, мысалы тарихта деп айтайық, мысалы досы бірде-бір досы болмай өткен адамдар болған. Оның біреуі, мысалы, Бауыржан Момышұлы атамыз. Аясаң аяма деген қағидасы бар ғой Бауыржан Момышұлының. Сондай тіктігінен Бауыржан Момышұлы сондай прямойлығынан көп адам енді қашатын болған ба білмеймін әйтеуір. Қазір мысалы біздер Бауыржан Момышұлы атамыз көріп қалып, тротуарда кездесіп қалып, жүгіріп барып, құшақтап деп, қасына суретке түсемін деп сөйтіп ойлайсың ғой да. Ал сен ол заманда, оның заманда өмір сүрсең ба, сен оның қасына жоламайтын едің дейді. Ол сені тұрады да бергел дейді, саған прическа, қандай прическа? Қазақта сондай прическа бар ма? Бергел деп саған тиісіп кетеді дейді. Жеті атаң сұрайды. Сенің тегіңді сұрайды, тегіңді білмесең сол жерде обратно жосқалатын болған сондай да. Сондай өжетті болған ғой. Репортерлар үйіне мысалы барған кезде еркін бара береді, оның үйінде дейтін бір қаруланып баратын болған. Андай дайын болып баратын болған обраткаға. Анау кәдімгі шал болғанға шейін одан қорыққан. Журналистер деп айтайық. Ол бір мысалы Мұқағали Мақатаевты мысалы ақын, ол да шындықты айтатын болған. Мәскеуден келген ақпараттарды тіке айтатын болған жаңағыдай. Сосын оны көп қашқақтайтын болған, кәдімгі оппозиционер деген сияқты бәрі қашады ғой кәдімгі мысалы. Мұқағали Мақатаевтың осы тұрғыда өлеңі бар ғой. Қазақтың жігітіне дос таба алмай, қызда болса мен саған мұң шашамын деп Фарида апамызға айтып кеткен білетін шығарсыздар. Сол сияқты сіздер біздердің досымыз көп қой, жаңа айтып отырмық қой, бисмилля. Соған қуануымыз керек екен, досымыз бар, мысалы. Әрбір тізгінді ұстап жүр ғой, Нұрекеңді, Әлтайырда мысалы. Білім саласында мысалы қаһарман бар, жетекші бар, шайдың ортасы бар, өзің ортаң бар, анау мынау да. Аллаға шүкір. Осындай достарымыз барына, осындай тағдырдың түйістіргеніне, осы біздерде бір мақсат, бір мүдде ғой жинаған. Елге, жерге үлес қосу барынша. Осындай өзің сияқты алған біліміңді бөлісу. Сол сияқты, кәне ол бәрі түсінсе, бәрі керемет болса, Ақтау қаламыз Қазақстан көркейіп келеді, бәрі контекст жүрсе, мен жауаптым деп жүрсе. Ана акиматта су бермейді, анау теңіз жаңасы мынау деп әркім үкіметтен, мемлекеттен көріп жүретін болса, онда ар жағында бұлыңғыр ғой енді болашағы. Ертең баласы да сөйтіп шығады, ананы кінәлайды, мынаны кінәлайды. Бұл бізде мысалы мен жауаптым, менің жауаптым, моя ответственность деген нәрсе, менің осы қаһарман дейтін, кемеңгер дейтін, сол нәрсе маған күшті нәрсе. Потому что мен бірдеңе болса, мен жауапкершілік өзіме аламын. Ертең мен де балам, мен жауаптымын. Біреуден көрмейді, біреуге жауапкершілік атпайды. Сөйтіп өзі шындалып, өсіп өлетін бала бар Құдай қаласа. Иншалла сондай болсын бәріміздің ұл қыздарымыз.